сәтикке сөйлестік, жаңа мен уборныйға кетіп бара жатырмын, артынан келді өзі. Сонымен мен айтсай деп жатырмын да, сәтик ештеңе жоқ екен, айт десем, маған ыржиып қарап тұрды. Қаласахан айта кетсем бола ма? Осы жерде жаңа бұл жайды айтып отыр ғой, Ердәулетке бір хайп үшін келген деп. Енді басқасы басқа, енді бұл жай сен айтпай ақ қойсаң деп ойлаймын. Енді осы жерде өзің қатысушы болып келу үшін келгенін, басында қалай болған енді өзін анық жеткізіп қойдың ғой, өзінде отырсың ғой осы жерде. Сосын енді Ердәулетке айтқым келіп тұр да, өзі айтып жатыр, дос ретінде көремін Саттәулет екеуін депші. Бірақ та енді сіз де дос болған болып тұрсыз ғой, сіздің де одан кейін көзіңіз түскен болып тұр, ойыңыз бұзылған болып тұр. Енді неге Саттәулеттен жақтан ондай болмасқа? Тем более жаңа екеуін бір сөйлесіп тұрған байқап қалдым да енді ше. Екеуі сөйлесіп тұр да енді бір андай болады ғой, енді бір достық емес, бір достықтан сәл жоғарылағандай. Саттәулет жылулық іздеп жүр ма или білмеймін, қайсысы неғып жүргенін бір. Жоқ, Балауса ханым, жаңада өлең айтқан кезде, мысалы, аягөзінде бір эмоциясына қарайтын болсаңыздар, көзін төмен түсіріп, андай ұялып, бір түрлі бір сезімдер байқалды. Мен бір дүние есіме түсіп отыр. Алдында мен Садәулетпен әңгіме айттық та бір. Мен сұрағам негізі. Енді палем алдында танысықта болды ғой. Жалпы қалай негізі, не болып жатыр енді? Екеуін бірге қайтқандарын көріп, енді бауырым ғой. Сол кезде сұраған кезде айтқан, жалпы сен аягөздің тарапынан бірдеңе байқап жүрсің ба өзіңе, или шынымен де дос ретінде араласасыңдар ма деген кезде, Садәулет негізі айтты. Чота бір дүниелер достықтан асып кеткен шеңбер бірдеңе байқап жүрмін деп маған Садәулеттің өзі айтқан. Сені Садәулеттің өзінен сұрағанымыз дұрыс болатын сияқты. Аягөзге не болса да енді дәулеттер жинап отыр екен. Дәулеттерге ауырама кішкене. Былай ғой. В смысле ауырады? В смысле ауырады? Ұрыспашы маған. Не, былай ғой. Ердәулеттен қазір не байқап отырмын? Мен аягөзге вообще интерес байқап отқан жоқпын, шынымды айтайын. Көзбен көріп отыр ғой, яқта қатысушылар мен айтып отқан жоқпын да, аягөзге бұрып жібереді. Бүкіл қалай айтсам болады стрелканы ше. Мен Ердәулетке айтамын, Ердәулет, мен қазір мужской солидарность сақтаймын. Бірақ егер де сен дәл осындай қалпыңда, дәл осындай ары қарай прогресс болмаса, айырылып қалуың мүмкін аягөзден. Просто егер де қазір аягөзді бағаламасаң, айырылып қалуың мүмкін. Просто ескертіп жатырмын. Конкретно бұл қыз отношениеде доминировать еткенді ұнатпайды. Бұл ұл баланы доминировать еткенді ұнатады да, көбінде ұлдың айтқанын істегенді жақсы көреді. Айтсам болады, аягөздің маған емес, мен айтқым келіп тұр, обоюдный нәрсе деп ше. Мен өзім түсінбей жүрмін шынымен. Бұл достық па, бұл мүмкін достықтан үлкен ба, мен даже ол сезімді білмей жүрмін ше. Мен конкретно решиться етейін. Біз шынымен де доспыз ба, болмаса бір одан да үлкен нәрселер бар ма деген сияқты. Қазір енді үміткеріне деген сыйластығымда болсын бір жағынан. Бірақ айтқаным рас Әлішерге, Балауса ханым. Осылай мен что-то бір басқаша ойлап бара жатқан сияқтымын деген сияқты ше. Бір енді өзімнен кетіп қалған кезде аягөз, ол кезде енді жоқ адам бәрібір мен көңілімнен кетті да. Бірақ қайтадан келген кезде маған білмеймін енді пікірлер айтып қалады, мені қолдап қалады, үнемі қолдауын береді любой кезде ше. Мысалы кешеде біріншілердің қатарында болып қолдайтын мен аягөз. Мен ондай нәрсені жақсы бағалаймын. Содан кейін де бір ойланып қалған болатынмын өзім. Бұдан кейін дос болмайық та қояйық, енді қолдамаймын. Аягөз, сіз не үшін көзіңізге жас алып отырсыз? Жоқ, андай бір мен Саттәулетті жақсы көретін сияқты көрсетіп жатыр да. Саттәулет, сен ойың бар, бұда оның ойы жоқ қой, сенде ойы жоқ қой, аягөздің. Ау? Сен ойың болып тұр, аягөздің ойы болмай тұр ғой сенде. Саған да ойы жоқ қой, Ердәулет, білесің ғой. Қайда? Қараш, мұқият қараш. Сен просто бір қызға, бір Ердәулет, сен эмоциясында шығарамайсың да қыздың. Ол бағаналы бері саған былай бір қарап бұрылып әңгіме айтып жатыр. Сен аягөз айтсын да дейді. Не істейді ол сен сияқты жігіттерді, Ердәулет? Сен сияқты жігіттер өзіне неуверенный жігіттерден қыздардың жолы болады. Досым ғой деп, жүрекпен дос болып жүрген едім да. Менің өзімнің ішкі состоянием мен үшін дос. Саттәулет солай болып қалады. Бірақ Саттәулет оны басқаша түсініп, адамдарға басқаша жеткізіп жатыр екен да. Еш нәрсені басқалай жеткізіп жүрген жоқ. Балауса ханым, мен аягөз маған ғашық, болмаса ол мені жақсы көреді деген сөз менің аузымнан шықпаған, шықпайды да ондай. Мен айтып жатырмын, мен просто келді аягөз. Осыдан кейін менің толықтай мен өзімде айттым ғой, сенімсізбін деп. Мен достық па бұл? Болмаса достықтан асып бара жатыр ма? Мен соны сұрап жатырмын тек. Мен айтып жатқан жоқпын. Аягөз, мен өз-өзіме сұрақ қойып жатырмын, не үшін ол жерде қазір жылап? Болмаса, не үшін жылап отырсың қазір? Или ол шындық па? Жаңа кім Әлішерге сен былай айтқансың ғой, аягөздің маған деген ара қатынасы, ол мені жақсы көретін секілді, сол маған тиіп кетіп жатыр. Жоқ, Әлішердің өзі растайды, мен олай айтқан жоқпын. Мен былай айттым. Мен жота өзімді түсінбей жүрмін. Аягөз келгелі бері, менің мынаны үшінші рет қайталап отырмын ше аягөз. Мынау келгелі бері достықпен достықтан ары қарай кетіп бара жатқан жоқ па деген сияқты ой менде болып қалды. Жоқ, Садәулет, жаңағы сіздің Ердәулетке айтқан сөздеріңіз, мен жұлып алам керек болса деген сияқты, айырылып қалуың мүмкін деген сияқты сөздер, әйтеуір сөзден ерегістен қалыспаудың мақсатында айтылған сөздер ма? Әлде шынымен де сіздің ішіңізде сондай дүние болып жатыр ма?
жоқ енді просто ердәулетке былай кішкене ерегіскен түрім ғой енді, а так мен айтып жатырмын ғой үшінші болып еш уақытта кірмеймін деп. Бұл енді ердәулеттің тарапын білмеймін қалай екен. Енді болашақта көрсетеді ғой, кім қалай, кім қандай намерениемен келді, уақыт көрсетеді ғой Баласахан. Мен просто қазір Аягөздің маған деген ренжіп қалғанын, маған да бір қатты жай адам болып тұрған жоқ та ол мен үшін. И қазір жылап отқан маған да ұнап тұрған жоқ, шынымды айтсам. Кетсем болады ма, негізі именно осылай бір тым жақсы үміткер келіп, бір таныстық басталайын деп жатқан моментте да, енді жаңа біздің айтып жатқанымыз бұл кісінің мінезіне байланысты кішкене өзгеру мүмкін заттар еді да. Бірақ ертең күні мысалы айтып жатыр ғой, сенің мысың жоқ, бұндай жігіттерді жақсы көрмейді деген сияқты. Жалпы дос ретінде аралассаң да, кім ретінде аралассаң да, махаббатқа келгенде адам деген қойған талаптарының бәрінен аттап кете береді. Ертең күні екеуі бір-бірін қатты жақсы көріп кетуі да мүмкін. Таныстық басталып жатыр. Ертең именно осы мәселе бұл екеуінің таныстығы өрбігенше каждый раз проблема болатын болады. Каждый раз айтылады, каждый раз осы нәрсе жалғаса береді. Не үшін деймін да, именно үміткер келген кезде бір-бірінің сезімдері естеріне түседі. Білмеймін, бұл кісінің да реакциясы уже итак қолын жіберіп отыр еді. Қазір вообще басынмен бірге жерге түсіп кетейін деп отырған сияқты маған да. Көздің де жылап отырғаны бір түрлі чувство болып тұр шынымен. Ешкім түсінбей жатыр неге жылап отқанын. Баласахан, осы жерде ше, қыздың енді осы уақытқа дейін жүректегі махаббатын тұншықтырып келді да, қанша уақыт бойы тұншықтырып келіп отырды да, бірақ осы сөздер бір дем беріп жіберген сияқты Сәтдәулеттің сөздері. Аягөздің тарапынан дегенде, мен де тарапынан бар деген сияқты қылып ше, бұл жақта қазір қыздың тарапындағы тұншығып тұрған махаббатты қазір шығарып жатқан сияқты осы. Осы жерде бір айта кететін нәрсе бар да, бір пазл құрастырылып келе жатқан сияқты да, негізі Сәтдәулеттің жобадан шығып кетуіне себеп болған да Аягөз ба деп ойлап қалдым да. Ол нәрсе сенің өзіңе қалай, Ердәулет, мысалға бәрін көріп отырсың, өзің эфирден де көріп отырсың, былай да қасыңа да келіп те көріп отыр. Екеуінің арасында бір напряжение, токтың бар екені сезіліп тұр ғой бәрімізге ше. Дос деп жүрген осы эфирдан кейін мен біртүрлі болып қалдым. Жаңа Сәтдәулет айтып жатыр ғой, ойым бар деп. Айтсам болады, мен ойым бар деген жоқпын Баласахан. Мен просто өзімен ойланып жүрмін дедім. Достық па или бұл достықтан үлкен нәрсеге кетіп бара жатыр ма деген сияқты. Иә, мүмкін бізге бір сөйлесу керек шығар, бірақ Ердәулеттен ұят болмаса әрине, бірақ та мен андай нәрсемен айтып жатқан жоқпын. Махаббат жайында емес. Мен просто айтып жатырмын да. Сәтдәулет Аягөз сенімен сөйлесе ма? Аягөзден сұраса ма? Маған, иә. Аягөзден сұрашы. Сұрайық? Жоқ, сөйлеспеймін. Точно сөйлеспейсің ғой? Жауап берсейші енді. Сөйлеспеймін.